Путиннің кім екенін және қарағамын ойлағанда қандай бассыздыққа баратын бүкіл әлем білді. Әлем негізі оны бұрыннан білетін. Ресей мен Қазақстандағы мақтабастар соны түсінбейтін. Дұрысын айтқанда, түсінгісі келмейтін. Осы жолы енді көздері жеткен болар. Армысыздар, кеш жарық, ешкі сарға қайын. Бұл не дейді арнасының 43-ші шығарылымы. Путиннің таққа жабысқаны соншалық, екі жағы қарысып қалғандай. Новичок химиялық қаруынан өлмей қалған Навальный Ресейге оралды дегенде естігенде ергежей жер тепкілеп еңіреді. Сананы ашу билегенде адам не істерін білмей қалады деген рас екен. Путин де ет пен сүйектен жаралған адам. Ес-түссіз жатқан Навальныйды ол Германияға жібергісі келмеген. Сосын есін жинағаннан кейін Мәскеуге келтіргісі келмеді. Шам басқан архивтерді қопарып түсініксіз істер қозғалтты. Ресейді ұмыт деп ашық айтты. Навальный оған көнді ме? Берлиннен ол атауы сөйлеп тұрған Победа әуе компаниясымен ұшып шықты. Внуково әуежайы мыңдаған оппозиционерлерге толды. Саясаткерлер ғана емес, қарапайым халық та жиналды. Путиннің қадамы не? Навальныйдың асқақтап тұрған абыройын білдіргісі келмеген ол Бузова деген бұзық қыздың табынушыларын аэропортқа қуып тықты. Ұшақты Шереметьево бұрды. Ұттым, үн-түнсіз кісен салып қамауға аламын деп ойлады. Бірақ ол ұшақ іші журналистерге толып кеткенін ескермеді. Сөйтіп, Навальныйдың әуежайдағы тұтқындалуы бүкіл әлемге аян болды. Ертесі полиция бөлімінде сот бастап Навальныйды мазақ қылғысы келген. Сөйтсек, Алексей Навальный Путиннен 5 қадам бұрын жүреді екен. Оппозиционер түрмеде отырып, ең ірі пара тарихы Путинге арналған сарай атты фильмді шығарды. Фильмнің сілтемесін төменге қалдырамын, қарап көріңіздер. Путиннің байлығына тоқталмай қояйын, ондай дәулетті жемқор өзімізде де бар емес пе? Путиннің байлығы ойнамай қалып, ертең ұятқа қалып жүрерміз. Навальныйдың сөзін неге сөйлеп отырсың дегендерге бірден жауап берейін. Ресейдегі жағдай біздің де бастан өткен. 30 жыл ішінде біз де талай саясаткерлерімізден айырылдық. Өзін атып өлтірді, арақтан өлді, төбелестен өлді, асылып өлді деген жағдайлар бізде де өте көп болды. Күлкілі айыптаулармен кісен салып, түрмеде шіріп жатқан арландарымыз да жетіп жатыр. Бұл жерде кейбір ағайын Навальныйдың ұлы Абайға тіл тигізгенін еске алуы мүмкін. Иә, рас, 2012 жылы ол Абайды непонятный қазақ деп атады. Бірақ кейіннен дүйім жұрттан кешірім сұрады. Абай өлеңдерін оқыды. Абай танушы боламын деді. Қазақ әдебиетін дәстүрін дәріптеді. Кейіннен Навальный және тағы басқа Ресей оппозиционерлері бүкіл ресейлік Окупай Абай акциясын өткізді. Сөйтіп, Кремль Абайдың атынан үркетін болды. Ең бастысы Алексей Навальныйдан Путиннің империялық амбициясы байқалмайды. Ресей оппозициясының серкесі ұсталғанда Еуропа, ақш саясаткерлері өз ойларын білдірді. Саяси позицияларын көрсетті. Біздің саясаткерлер не деді? Тоқаевтың, үкіметтің, сыртқы істер министрлігінің ұстанымы қандай? Иә, мұндайда біздің билік үнсіздік сақтайды. Ол сол елдің ішкі шаруасы деп құтылады. Есесіне диктаторлар таққа қайта қонғанда елден бұрын құттықтайды. Өйтпегендеші, біз де демократия ойынын өткіземіз. Біз де өтірік сайлау жасап, жан-жағымызды алдаймыз. Міне сол кезде әлгілер демократияны әлем қазақтан үйренсін деген олы сөздер айтады. Қайта шүкір, кейінгі жылдары елімізде бас көтеріп сөзін өткізіп жүрген саясаткерлер бар. Алматы мен Елордада ғана емес, елдің барлық аймағында бар. Олардың миы құлдық санадан ада. Өз пікірін олар көрші елге жағу үшін емес, шындықты шығару үшін айтады. Сейчас, если власти Российской Федерации осудят господина Навального и посадят его в тюрьму, это будет для них гибельным, это будет началом их конца. Если же они его освободят, это тоже для них чревато последствиями. Поэтому я думаю, что со стороны властей Российской Федерации была очень большая ошибка возбуждать уголовное дело против него. Тем более Российская Федерация не живет в вакууме, не живет на Луне. Есть мировое сообщество, которое это все отслеживает. Поэтому я хочу пожелать Алексею Навальному удачи, скорейшего освобождения. Я думаю, что справедливое освобождение господина Навального будет триумфом демократии во всем мире и в том числе в Российской Федерации. Удачи, Алексей! Нұржан Әлтаевтың айтқаны көпке жақпасы анық, әсіресе билікке.
Өйткені нұр роботтар үшін Путиннің билікте қалғаны тиімді. Единорос күшейген сайын нұрдың да нұры асқақтай түседі. Ал Навальный сияқтылар келсе, Ресейде өзгеріс болады. Бір сәт ойлап көрейік. Ресей демократиялы мемлекет болып, оларда 4 жыл сайын президент ауысып жатса, парламентті биліктің емес, халықтың мүддесін қорғайтын заңдар қабылдаса, парақорлар түрмеде шіріп, мұғалімдер мен дәрігерлер Еуропадағыдай жалақы алып жатса, біздің нұр роботтардың күні не болар екен? Айналада әділдік орнаса, қазақ қайтып, қара беттер аралы болып қала береді. Бәлкім, немере шөберелеріміз емес, біз өзіміз көреріміз ол жұмақты. Сіз не ойлайсыз? Осы видеоның астына пікір қалдырыңыз, сілтемесін тарата жүріңіз. Кеші жарық, ешкі сарыға қайын.